Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сіздермен бүгін тұрақты электр тогы тақырыбына есептер шығаруды жалғастырамыз. Егер есептің кейбір жерлері түсініксіз болатын болса, видеоның астына комментарий ретінде жазып қалдыруларыңызға болады. Ал кеттік. Онда есептер шығаруды бастайық. Егер R1 12 Ом, R2 4 Ом болса, ток күшінің қатынасын тап. Суретке қарайтын болсақ, R1 мен R2 кедергі бір-бірімен параллель жалғанған. Параллель жалғанған кезде өткізгіштерде кернеу өзгермейді, тұрақты болады. Яғни, бірінші өткізгіштің кернеуі мен екінші өткізгіштің кернеуі бір-біріне тең. Осы шартты пайдалана отырып, тізбектің бір бөлігі үшін Ом заңын жазайық. Тізбектің бір бөлігі үшін Ом заңы I тең U бөлінген R. Осы екі өткізгіш үшін тізбектің бір бөлігі үшін Ом заңын жазайық. Сонда I1 тең U1 бөлінген R1. Ал I2 тең U2 бөлінген R2. Бізден ток күшінің қатынасын сұрап жатыр, сондықтан да I1-ді I2-ге бөлем. I1-дің I2-ге қатынас. Сонда U1 R1, ал екінші өрнек R2 бөлінген U2 болып, бұлай көбейту түрінде жазуымызға болады. Параллель жалған кезде кернеу тұрақты ғой. Сондықтан да U1 мен U2 бірдей, яғни олар қысқарады. Менде R2 бөлінген R1 қалады. I1-дің I2-ге қатынасы R2-ның R1-ге қатынасына тең. Бізде R2 кедергі 4, ал R1 кедергі 12. Сонда 4 бөлінген 12-ні 4 көбейтілген 3 деп жазатын болсақ, 4 пен 4 қысқарады, яғни 1 бөлінген 3. Яғни I1-дің I2-ге қатынасы 3-тен 1-ге тең. Келесі. Тізбектің толық кедергісін анықта. Егер R1 6 Ом, R2 6 Ом болса, суретке қарайтын болсақ, екі өткізгіш бір-бірімен параллель жалғанған. Параллель жалғанған кезде жалпы кедергіні табу үшін келесі формуламен анықтаймыз. 1 бөлінген R жалпы тең 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2 болады. Егер өткізгіштің саны көп болатын болса, онда жалғастырып 1 бөлінген R3 қосылған 1 бөлінген Rn деп жазуыма болады. Егер өткізгіштің саны көп болатын болса, біздің есепте екі өткізгіш, сондықтан да егер екі өткізгіш болатын болса, онда R жалпы R1 көбейтілген R2 бөлінген R1 қосылған R2 формуласымен анықтауымызға болады. Егер де екі өткізгіштің кедергісі бірдей болатын болса, онда жалпы кедергіні табу үшін өткізгіштің кедергісін өткізгіштің санына бөлетін болсақ, онда жалпы кедергіні табуымызға болады. Яғни біздің есепте екі өткізгіштің де кедергісі бірдей 6 Ом, сонда 6-ны бөлетін болсам 2-ге 3 Ом шығады. Мына екінші өрнекпен де есептеп көрейік. Яғни R жалпы 6 көбейту 6 бөлінген 12. Сонда 36 бөлінген 12 3 Омға тең. Келесі. Тізбектің толық кедергісін анықта. Егер R1 6 Ом, R2 6 Ом болса, суретке қарайтын болсақ, бізде екі кедергі бір-бірімен тізбекте жалғанған. Тізбекте жалғанғанын қалай анықтауымызға болады? Егер мұны оң полюс пен теріс полюсті бұлай ажырататын болсақ, онда екеуі бұлай тізбекте жалғанған болып көрінеді. Сонда мынау бізде R1 кедергі, R2 кедергі жалғанып тұр. Ал мына жақта теріс полюс. Яғни тізбекті бұлай ашқан кезде екеуі тізбектей жалғанғанын көруге болады. Яғни біздің суретте өткізгіш тізбекте жалғанып тұр. Тізбекте жалғанған кезде өткізгіште ток күші тұрақты болады, өзгермейді, ал жалпы кедергі ол әрбір өткізгіштің кедергісінің қосындысына тең болады. Яғни R жалпы R1 қосылған
R2. Егер өткізгіштің саны көп болатын болса, онда бұлай жалғастыруымызға болады. R3 қосылған осылай Rn'ге дейін. Бізде екі өткізгіш болғандықтан R жалпы тең болады R1 қосылған R2. R1 кедергі 6, R2 кедергі де 6, сонда 12 Ом. Егер тізбекте жалғанған кезде өткізгіштердің кедергісі бірдей болатын болса, онда жалпы кедергі әрбір өткізгіштің кедергісін сол өткізгіштердің санына көбейтіндісіне тең болады. Осы формуладан да пайдалануымызға болады. Яғни бізде R6, ал өткізгіштер саны 2-ге тең. Көбейтсек 12 Ом шығады. Келесі. Әрқайсысы 220 вольт кернеуге арналған екі шам берілген. Бұл шамдардың қуаты 200 Вт және 100 Вт. Осы шамдардың электр кедергісінің қатынасы. Әрқайсысы 220 вольт кернеуге арналған шам берілген. Яғни кернеу U1 мен U2 бірдей 220 вольт. Ал шамдардың қуаты P1 200 Вт. Ал P2 100 Вт. Бірінші шам мен екінші шамның қуаты белгілі. Біз екі шамның кедергілердің қатынасын табуымыз керек, яғни R1-дің R2-ге қатынасы. Ол үшін қуаттың формуласын пайдаланамыз. Қуаттың формуласы ток күші мен кернеудің көбейтіндісіне тең. Немесе ток күшінің квадратын кедергіге көбейтіндісі. Егер кернеу белгілі болатын болса, онда U квадрат бөлінген R. Бізде кернеу берілген, сондықтан да ең соңында жазған үшінші өрнектен пайдаланатын болам. Яғни P тең U квадрат бөлінген R. Осы формуланы пайдаланып, екі шам үшін қуаттың формуласын жазып алайық. Яғни бірінші шам үшін P1 U1 квадрат бөлінген R1, ал P2 ол U2 квадрат бөлінген R2. Осы жерден R1 мен R2-ні табатын болсақ, R1 тең болады U1-дің квадраты бөлінген P1, ал R2 U2-ның квадраты бөлінген P2. Орнына қойып есептеп, екеуін бөлейік. 220-ның квадраты 48400. 48400 бөлінген P1 бізде 200. Сонда 2 нөл мен 2 нөл қысқартып 484-ті 2-ге бөлсек, 242 Ом. 48400 бөлінген 100. 484 Ом. R1 мен R2-ні тауып алдық. Енді олардың қатынасын табатын болсақ, сонда R1 бөлінген R2 тең болады 242 бөлінген 484 тең 0,5. Келесі. Шамда көрсетілген ток күші 0,25 ампер және кернеуі 6 вольт. Шамның қуаты. Ток күші I 0,25 ампер. Кернеу U 6 вольт. Шамның қуаты P. Ток күшінің қуаты ол I көбейтілген U. Орнына қойып есептейік. 0,25 көбейтілген 6. Сонда 1 бөлінген 4 көбейтілген 6 деп жазуыма болады. 6-ны 3 көбейтілген 2, ал 4-ті 2 көбейту 2 деп жазатын болсақ, 2 мен 2 кетеді. 3-ті 2-ге бөлсек, 1,5 Вт. Келесі. Ұштарындағы кернеуі 5 вольт өткізгіштен 100 кулон заряд өтеді. Токтың жұмысы. Кернеу 5 вольт. Заряд Q 100 кулон. Токтың атқарған жұмысы А. Токтың жұмысының формуласы
А тең заряд көбейту кернеу. Орнына қойып есептейік. А тең заряд 100, кернеу 5 вольт. 500 джоуль. Келесі. 10 кулон электр заряды орын ауыстырғанда сыртқы күш 120 жол жұмыс жасаса, электр энергия көзінің электр қозғаушы күші. Заряд 10 кулон. Жұмыс 120 жол. Электр қозғаушы күш эпсилон. Электр қозғаушы күштің формуласы эпсилон А бөлінген Q. Яғни, тізбектің бір ұшынан екінші ұшына Q зарядты тасымалдағанда атқарған бөгде күштердің жұмысы. Орнына қояйық. 120, 10, 12 вольт. Сыртқы кедергі 3,9 Ом болғанда тізбектегі ток күші 0,5 ампер. Ал сыртқы кедергі 1,9 Ом болғандағы ток күші 1 ампер болса, ток көзінің ішкі кедергісі мен электр қозғаушы күші. Сыртқы кедергі R1 3,9 Ом. Болған кезде ток күші 0,5 ампер. Ал кедергі 1,9 Ом болғанда ток күші I2 1 амперге тең болса, ішкі кедергі R және электр қозғаушы күшті табуымыз керек. Тұйық тізбек үшін Ом заңын пайдаланатын боламыз. Яғни I тең эпсилон R қосылған ішкі кедергі. Осы жерде мен R1 мен R2 үшін Ом заңын жазып алам, және де электр қозғаушы күшті тауып, екеуін теңестіретін болам. R1 кедергі үшін жазатын болсақ, онда I1 тең болады эпсилон бөлінген R1 қосылған кішкентай R. Ал екінші кедергі үшін жазатын болсақ, эпсилон R2 қосылған R болады. Осы екі формуладан электр қозғаушы күшті тауып алайық, және олар теңестірейік. Сонда бірінші өрнектен электр қозғаушы күшті табатын болсақ, эпсилон тең болады I1 R1 қосылған R. Екінші өрнектен табатын болсақ, I2 R2 қосылған кішкентай R. Екеуін теңестіремін. I1 R1 қосылған R тең болады I2 R2 қосылған кішкентай R. Ал енді жақшаларды ашайық. Сонда I1 R1 қосылған I1 R тең I2 R2 қосылған I2 кішкентай R. Сан мәндерін орнына қойып, ішкі кедергіні тауып алайық. Яғни ток күші 0,5 көбейту 3,9 қосылған 0,5 R тең болады 1 көбейту 1,9 қосылған R. 0,5-ті 3,9-ды көбейтсек, 1,95. Ал мына жердегі 1,9-ды теңдеудің сол жағына өткізетін болсақ, минус 1,9 болып өтеді. Ал мынау 0,5 R-ді теңдеудің оң жағына өткізетін болсақ, R азайтылған 0,5 R болады. Азайтсақ, 0,5 тең 0,5 R. Осы жерден R табатын болсақ, 0,5 бөлінген 0,5 тең 0,1 Ом. Ішкі кедергіні апарып, бірінші теңдеу мен екінші теңдеудің орындағы ішкі кедергінің орнына апарып қоятын болсақ, бізде электр қозғаушы күштер тең шығу керек. Яғни мына жерге мен 0,1-ді апарып қойсам, бізде R1 3,9. Сонда қосатын болсақ 4 болады. 4-ті көбейтетін болсам 0,5-ке менде электр қозғаушы күш 2 вольт шығады екен. Ал мына екінші теңдеуге апарып қояйық. Екінші теңдеуде сыртқы кедергі R2 1,9, оған 1,9-ды қосатын болсақ 0,1-де 2 болады. Ал ток күші бізде I2
1 амперге тең. Сонда 2 шығып жатыр. Яғни біздің есептегеніміз дұрыс. Ішкі кедергі 0,1 Ом, ал электр қозғауыш күш 2 вольт. Келесі. Кедергілер белгілі болса, тізбектің жалпы кедергісі. Суретке қарайтын болсақ, бізде R2 кедергі, R3 кедергі және R4 кедергі бір-бірімен былай тізбектей жалғанып тұр. Тізбектей. Сондықтан да бірінші кезекте осы 3 кедергіні есептеп аламын. Тізбектей жалғанған кезде жалпы кедергі R2, 3, 4 тең болады. R2 қосылған R3 қосылған R4. Орнына қойып есептейік. R2 бізде 1 Ом. Жалпы 10 Ом кедергі шықты. Яғни біз тізбектей жалған кезде кедергілер тауып алдық. Сурет мынандай өзгеріске келді. Мына жерде R2 кедергі мен R4 кедергі жойылып кетті. Ал мына жерде менде R2, 3, 4 кедергі пайда болды. Ал енді R5 кедергі мен R2, 3, 4 кедергі бір-бірімен параллель жалғанып тұр. Параллель жалғанған кезде осы екі өткізгіштің кедергісін табайық. R2, 3, 4 10 Ом шықты. Ал R5 кедергі есепте берілген, ол да 10 Ом. Егер өткізгіштің кедергісі бірдей болатын болса, R2, 3, 4, 5 кедергінің жалпы кедергісі әрбір өткізгіштің кедергісін өткізгіштің санына қатынасына тең. Яғни 10 бөлінген 2, 5 Ом. Мына кедергідей жойылып кетті, ал мына жерде R5 кедергінің орнында менде R2, 3, 4, 5 кедергі пайда болды. Суретте мына жақтағы кедергілер болды жоқ. Ал енді мына жаққа қарайтын болсақ, R1 кедергі, R2, 3, 4, 5 кедергі және R6 кедергі бір-бірімен тізбектей жалғанып тұр. Сонда тізбектей жалғанған кезде өткізгіштің жалпы кедергісі R1 қосылған R2, 3, 4, 5 қосылған R6. R1 кедергі 1 Ом, R2, 3, 4, 5 ол 5 Омға тең, ал R6 ол да 1 Ом. 7 Ом. Суреттегі вольтметрдің көрсетуі. Суретте бізде кедергіге параллель жалғанған вольтметр және амперметр көрсетілген. Кедергінің шамасы 4 Ом. Ал ток күші 2 амперге тең. Вольтметрдің көрсетуін табуымыз керек. Яғни кернеу. Ол үшін тізбектің бір бөлігі үшін Ом заңын пайдаланамыз. I тең U бөлінген R. Кернеу табатын болсақ, U тең I R. Орнына қояйық. Ток күші 2 ампер, кедергі 4 Ом. 8 вольт.